Абай Құнанбайұлы 43-ші қара сөзі. Адам оғылы екі нәрсе бірлән. Бірі тән, бірі жан. Ол екеуінің орталарында болған нәрселердің қайсысы жебелей, қайсысы кәсеби. Оны білмек керек. Ішсем, жесем демектің басы жебелей. Ұйықтамақ та соған ұқсайды. Аз ба көп пе білем екен. Көрсем екен деген арзу бұлардың да басы жебелей. Ақыл ғылым болар кәсеби. Көзбенен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, тілмен татып, мұрынмен иіскеп, тыстағы дүниеден хабар алады. Ол хабарлардың ұнамдысы ұнамды қалпы менен, ұнамсызы ұнамсыз қалпы менен, әрнешік өз суреті менен көңілге түседі. Ол көңілге түсіруші бағанағы 5 нәрседен өткен соң, оларды жайғастырып, көңілде суреттемек. Ол жанның жебелей қуатыдыр. Бірі ұмытпастық, жақсы нәрседен көңілге жақсы әсер хасил болып, жаман нәрседен көңілге жаман әсер хасил болу секілді нәрселер. Бұл қуаттар әуелден кішкене ғана болады. Ескеріп баққан адам үлкейтіп, ұлғайтып, ол қуаттардың қуатын зорайтады. Ескерусіз қалса, ол қуаттың қайсысы болса да жоғалады. Тіпті жоғалмаса да, аз-маз нәрсе болмаса, үлкен еш нәрсеге жарамайтын болады. Кім сырттан естіп білу, көріп білу секілді нәрселерді көбейтіп алса, ол көп жинағаны бар адам сынап, орындысын, орынсызын бәрінде бағанағы жиған нәрселерден есеп қылып қарап табады. Бұлай етіп, бұл қарекетке түсінген адамды ақылды дейміз. Құдай тағала өзі ақыл бермеген соң қайтейік демек. Құдай тағала сені менен мені бірдей жаратып па демек. Құдай тағалаға жала жауып өзін құтқармақ болғандығы. Бұл ойсыз, өнерсіз, надан адамның ісі. Оған Құдай тағала көрме, есітпе, естіген көргеніңді ескерме, есіңе сақтама деп пе? Ойын күлкімен, ішпек, жемек, ұйқымен. Тамақпен, мақтанмен әуре бол да, ішіңдегіні, қазынаңды жоғалтып алып, хайуан бол да деген жоқ. Кейбіреулер айтады, ақыл жебелей болмаса да талап жебелей. Талап берген адам ақылды тапты, талабы жоқ кісі таба алмайды дейді. О да бекер. Талап балада да бар, оған талас қылуға болмайды. Бағанағы айттық қой, жан қуаты басында кішкене болады. Ескермесе жоғалтып та кетеді. Ескерсе күтіп, айналдырса зораяды деп. Жан қуаты менен адам хасил қылған өнерлері де күнде тексерсең, күнде асады. Көп заман тексермесең, тауып алған өнеріңді жоғалтқандығың, және өзіңнің ол мезгілдегіден бір басқа адам болып кеткеніңді білмей қаласың. Қай жоғалған өнер, ал мен жоғалдым деп хабар беріп жоғалады. Енді қусаң бағанағы әуелгі табуыңнан қиынырақ тиеді. Жан қуаты дейтұғын қуат бек көп нәрсе. Бәрін мұнда жазарға уақыт сыйғызбайды, бірақ әрбір өнердің тыстан тауып алып, ішке салғанын, соның тамырын берік ұстап тұруға жараушы еді. Көп заман ескермеген адамнан ол бағанағы өнердің өзінен ең қызықты, қымбатты жерлері жоғала бастайды. Онан соң көп заман өтсе, сол өнерді сақтай тұғын қуаттың өзі де жоғалады. Онан соң қайта кәсіп қылуға болмайды. Бұл қуаттың ішінде 3 артық қуат бар. Зинхар, соны жоғалтып алу жарамас. Ол жоғалса, адам оғылы хайуан болды. Адамшылықтан шықты. Біреуі орысша подвожный элемент деп аталады. Ол не нәрсе? Не көрдің, не естің, әрнешік білдің, соны тіздекпенен ұғып,
ұққандықпенен тұрмай, арты қайдан шығады, алды қайдан барады, ол екі жағынан да ақылды жіберіп, қарамаққа тез қозған жібереді. Егер бұл болмаса, көп білуге, көп оқуға оңды пайда да бермейді. Керекті уақытында ойламай, керекті уақытында қылмай, керекті уақытында айтпай, дайым уақытынан кеш қалып, әй әттеген-ай, өйтуім екен, бүйтуім екен деп өмір бойы ғафил болып-ақ отырғаның. Біреуін орысша сила притягательная однородного дейді. Ол бір нәрсені естіп, көріп білдің, қош келдің, қазір соған ұқсағандарды тексересің. Түгел ұқсаған ба? Яки бір ғана жерден ұқсағандығы бар ма? Әрнешік сол іске бір келіскен жері бар нәрселердің бәрін ойлап, білгенін тексеріп, білмегенін сұрап, оқып, бөтеннен хабарланып білмей тыншытпайды. Үшіншісі орысша впечатлительность сердца дейді. Яғни жүректі мақтаншақтық, пайда күнемдік, жеңілдік, салғырттық, бұл төрт нәрсе бірлән кірлетпей, таза сақтаса, сонда сырттан ішке кірген әр нәрсенің суреті жүректің айнасына анық, рәушан болып түседі. Ондай нәрсе тұла бойыңа жайылады, тез ұмыттырмайды. Егер де бағанағы төрт нәрсемен жүректі кірлетіп алсаң, жүректің айнасы бұзылады, я қисық, я күңгірт көрсетеді. Енді ондай нәрседен оңды ұғым болмайды. Әрнешік тән қуаты менен сырттан тауып, сыртқа сақтайсыз. Оның аты дәулет еді. Оның да неше түрлі кеселі, кесапаты бар нәрселерін білмесең, сақтай алмаушы едің ғой. Соған ұқсаған іштегі жан қуаты менен жиған нәрсенің аты ақыл, ғылым еді ғой. Оның да неше түрлі кеселі, кесапаты тиер нәрселері бар. Оны білмесең, бақпасаң айырыласың. Және әрбір нәрсе өлшеуі бар. Өлшеуінен асса жарамайды. Өлшеуін білмек бір үлкен керегіс. Ойланбақ жақсы, іске тіпті салынып кеткен кісі ойын байлап алмай, қиялы болып та кеткені болады. Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, қошпақ, сүймек, мал жимақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, алданбастық, бұл нәрселердің де өлшеуі бар. Өлшеуінен асырса боғы шығады. Ненің қызығын көп іздесең, соның күйігін бір тартасың деген бұрынғы ғалымдар. Бас махфи, ол мая, ол мен айтқан үш қуаттың ішінде екеуі, яғни сила притягательная однородного, бірлән, подвижный элемент. Бұл екеуі қосылып тұра тұрған нәрсе. Күллі пайда да бұлардан шығады, күллі зарар да бұлардан шығады. Мансап сүйгіштік, мақтаншақтық, ашуланшақтық, өтірікшілік, осыған ұқсаған әрбір маскүнемдікке тартып, құмар қылып, ақылдан шығарып. Бұл ақылдан шығарып жіберетұғын нәрселер осы екеуінен болады. Бұларды түбегейліктен жақсы нәрселерді түбегейлетіп, жаман нәрселерден, яғни жоғары айтылмыш секілді адамшылықтан шығарып, құмарпаздыққа салып жіберетұғын нәрседен бойды ерте тыйып алу керек. Пайда залалды айыратұғын қуаттың аты ақыл еді ғой. Бір ақыл қуатты бірлән мұны тоқтатып болмайды. Хәм ақыл, хәм қайрат, екі мықты қуат қосылып тоқтатады. Ол екеуі кімде бар болса, бағанағы екі қуат мұнан салсаң, онан шығатыны бір жорға атпенен тең. Егер де бұл екі қуаттың екеуі де аз болса, яки бірі бар, бірі жоқ болса, бағанағы екі қуаттың бір басы қатты асау ат, жүгенсіз тауға ұрама, тасқа ұрама, суға ұрама, жарға ұрама. Құдай білсін. Әйтеуір жолда көрген есті, ақылы дұрыс адамдар әлі де сұрамай да қалады. Сенде ерік жоқ. Екі етек жайылып, екі көзің аспанда масқара болып кеткенің, өлгеніңше.